Бүгінгі саннан көретіндеріңіз, әйелін өлтірген экс-министрдің бостандықтағы видеосы пайда болды. Бишімбаевтың шынайы келбетімен таныс болыңыздар. Депутат Гүлжайна Дәрімова оқушы қыздың мұрнын сындырған әкімнің ұлын қорға бәлек. Девочка довела мальчика. Также многие доводят своих мужей, которые приходят пьяные, там не пьяные. Алаяқтар елді Каспий Голд қосымшасы арқылы алдауды шығарыпты. Абай болыңыздар. Сондай-ақ өз смартфондарыңызға күмәнді қосымшаларды жүктемеңіздер. Ассалаумағалейкум. Каспийдің кредитінен сергектің штрафынан көз ашпай жүрсе де, мойымайтын қасқыр мінез қазақ. Байқайсыздар ма? Біздің билік жол жасаудың орнына сергек камераларын қоюға мәстір. Ойбой, қазіргі көшедегі сергектерді көрдіңіздер ме? Құдай, бір пушка сияқты, қарауға қорқасың. Үкіметтегілер күнін әрең көріп жүрген қазақтың қалтасына қалайда қол сұғуды көздеп, түрлі тәсілдер ойлап табуда. Сол сергектерді көшеге ілгенше, шенеуніктердің кабинетіне іліп қойса ғой шіркін, қаншама қылмыс әшкереленетін еді. Айтамда кезінде Назарбаевтар Қазақстанды тонаса, қазіргі билік қазақтарды тонап жатыр. Құдай білет, жақында ауа жұтқанымыз үшін салық төлеп жүрмесек болғаны, ол да мүмкін. Біздің елді Қазақстан емес, енді Штрафстан деп атасам, артық етпейтін шығар. Бізді осындай күйге жеткізген билікке рахмет айтыңыздар. Себебі ол жақта есі дұрыс адам қалмады. Ой, оны айтасыз. Жақында ғана әйелін өлтірді деген күдікке ілініп, сотталып жатқан Қуандық Бишімбаевты білесіздер ғой. Қазіргі таңда оны ақтайтындар да, жақтайтындар да көбейіп барады. Ойбой, Қуандық сүттен ақ, судан таза дейтіндерді айтамда. Солардың аузына құм құйылсын деп, Бишімбаев деген жауыздың бостандықтағы бір видеосын сіздерге ұсынғым келіп отыр. Алдын ала ескертемін, видеода бейәдеп сөздер бар. Ленин убийство. Не хуйся здесь. Не встревай нахуй никогда в разговор. Ты кто такой нахуй? Ты бармен? И мозги не ебни никогда. Хочешь, чтобы я отъебал тебя? Я сейчас же позвоню Гургену. Я тебе еще раз говорю, что какой-то щегол, сука, ебать. Куанды не здесь, пожалуйста, брат. Куанды. Ты налейте нахуй виски. Не нальешь, я виски. Я вас Я видеодан Бишімбаевтың даяшыға қоқаңдап, даяшыны кемсітіп, боқтап отырғанын байқауға болады. Енді ойлаңыздаршы, осындай сасық кеуде, нақұрыс біздің экономиканы басқарған. Бишімбаевтың осы құбыжық кейпінен ақ біздің министрлікте отырғандардың бетпердесіз бейнесін байқауға болады. Енді сіздерге сұрақ. Бұл видеодан кейін Бишімбаевтың болмысына қандай баға бересіздер? Менің ойымша, Қуандық өте жауыз, менменшіл және өзін өзгеден жоғары санайтын өте тәкаппар адамзат. Қалай болғанда да өмір бумеранг деп бос қайтпаған ғой. Естеріңізде болса, өткенде менің анамның инсультын емдеген H2 магний водород дәрісі жайлы айтып едім ғой. Міне, менің кеңесімнен кейін осы дәріні біраз көрермен сатып алған болатын. Сол азаматтардан маған түрлі алғыс видеолар келіп жатыр. Қараңыздар. Жан Ахмадиевтің рекламасынан естіп, алып, магний водородты ішіп, воспаление лимфоузлы, бетім айланып, бәрі жер ісіп кеткен еді. Осыны ішіп, ударный дозамен 2 таблеткіден 3 раза в день ішіп, осы нәтижеге жеттім.
Жан Ахмадиевтің рекламасымен келіп отырмын. Өте тамаша, рахмет, алғысым шексіз. Қазіргі уақытта магний водород бәрімізге керек. Менің давлением бар еді, сахарым бар еді. Осы қанды тазалау арқылы осы давление сахардан күшті результат көріп отырмын. Еще варикоз кетеді екен, расширителі варикоздар болған. Менде қазір кішірейіп, тамырларым әдемі қайтадан қалпына түсті. Барлық адамға керек, мен даже балаларыма беріп отырмын. Өте тамаша, алғыс шығыстер. Айтпасқа болмас, бұл сиқырлы дәрілер инсульттан бастап, ревматологиялық аурулар, инфаркт, давление, аутизм, подагра, эпилепсия, артрит, диабетті де емдейді. Бұл өнімнің Қазақстанға келгеніне 6 ай болды. Сондықтан бағасы да қолжетімді, небәрі 33.600 теңге тұрады. Бұл жарнама емес, сіздерге де көмегі тиер деген ниетпен айтып отырмын. Қысқасы бар ақпаратты төменде жазылып тұрған 8747 666 06 30 нөмірі арқылы білуге болады, және тек осы нөмір арқылы тапсырыс бере аласыздар. Құрметті көрермен, подделкаға ұрынып қалмаңыздар. 8747 666 06 30 нөміріне хабарлассаңыздар, қыздар сіздерге бәрін түсіндіреді. Ауырмай қағайын, сіздерге де ем болсын. Ал енді Павлодар облысында болған келесі видеоға назар аударайық. Видеода оқушы қызды ұрып жатқан әкімнің ұлы десем не дейсіздер? Оқиға 7-ші сынып пен 6-ші сынып оқушысы арасында болған жанжалдан кейін басталған. Соққының салдарынан қыз баланың мұрны сынып, ауруханаға жатқызылды. Полицейлер ұл баланың әрекетін денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру деп бағалапты. Іс материалдары сотқа жолданып, таяқ жеген қыздың анасын баланы дұрыс тәрбиелемеген үшін жауапқа тартқан. Естідіңіздер ме? Таяқ жеген қыздың анасын жауапқа тартқан. Ал қызды соққыға жыққан ұл бала жазаланбаған көрінеді. Неге? Себебі ол әкімнің баласы. Ол былай тұрсын, қалалық мәслихат депутаты Гүлжайна Дәрімова деген әйел жаңағы шенеуніктің ұлын ақтап, жәбірленген қызды кінәлап, видео үндеу жасап үлгерген. Қарға қарғаның көзін шұқымайды деген осы шығар. Она его вот так за рюкзак, и ему что-то вот так. Его, короче, материла, он оскорбил. И он разворачивается и просто ее со всего размаха по носу ударяет. Она просто, он ее 3 раза пытался обойти, но не давала, она его оскорбляла. И вот я даже не знаю, за кого быть. Я просто в ступор вошла, думаю, ну реально. Девочка довела мальчика. Дәрімованың пайымдауынша оқушы қыз әкімнің ұлына тіл тигізіпті. Оған шыдамаған ұл бала қол жұмсауға мәжбүр болған екен. Айтпақшы, әкімнің ұлына жақтасып отырған Гүлжайнаны танымайтындар болса, естеріңізге сала кетейін. Тек келесі видеоны көру үшін экран алдынан бойдағы еркектер мен кәмелеттік жасқа толмаған балаларды алып тастаңыздар. Девочки, которые пишут мне гадости в директ, что я веду аморальный образ жизни, что я шмара, экскортница. Вы не боитесь, что я найду ваш адрес и приеду, уведу вашего мужа? Или сына, или отца. И вообще, я сейчас в таком возрасте, что я могу увезти их 3 запросто. Так что подумайте, прежде чем писать мне всякие гадости. Всех люблю. Күйеуіңді балаңмен қосып тартып аламын деп майысып жатқан бұл сылқымды көргенде кәдімгі жеңіл жүрісті әйел ме деп ойлап қалған едім. Мен өтірікші депутатты көрдім, ұйқышы депутатты да көрдім, бірақ дәл осындай поцелуй дейтін депутатты көрмеппін. Енді келіп Дерский Дәримова қыз балаға қол көтерген ер баланы қорға бәлек. Жеткен жеріміз осы шығар. Сіздерден сұрайыншы, оқушы қыздың мұрнын сындырған әкімнің баласына қандай жаза қолданған дұрыс? Менің ойымша, ұлын қорғаған әкімді жұмысынан көтінен бір төп шығарып тастау керек. Себебі бала әкеге қарап өседі. Яғни бұл әкімде сау сиырдың боғы емес. Бір қуантатыны оқу ағарту вице-министрі Еділ Оспан осы фактіге қатысты тергеу жүріп жатқанын және тиісінше шара қолданылатынын мәлімдеді. Енді күтейік не боларын. Оқиға дегеннен шығат Қаскелең қаласының тұрғыны Жеңіскүл Қоңырованың басынан өткен мына бір жағдайды тыңдап көріңіздерші.
сол кешкісін сағат 7 мен 8 уақытында звондады, қоңырау шалды. Сізге деді Каспий банктан 8 миллион автокредит шығып тұр деді. Мен тез сол приложениемді ашып Каспий банктан қарасам, маған 8 миллион автокредит оформленді, одобрено деп шығып тұр екен. Содан мен оны ешқандай кредит, ештеңе автокредит ондай не бермеп едім. Сонымен сол жерде олардың айтқан жаңа нелерін нұсқаулар бойынша сол нұсқаулармен жұмыс істеп, содан осындай неге душар болып қалдым. Одан кейін олар айтты, біз технический отделдан звондап отырмыз. Сол жерден біз адамды табуымыз керек. Сол банктың ішінен деді. Сосын ертеңгісіне қайтадан звондады. Қайтадан звондағаннан кейін мен тағы да солардың айтқан нұсқауларымен қайтадан тағы да сол басты кнопкаларын басып жіберіп, сонымен өзім шоковый состояниеда болып, не істеп не қойғанымды өзім де түсінбей қалдым, шынын айтқанда. Енді қанша шығын? 1 700 000. Шынымен де күніне 30 адам осындай интернет алаяқтардың құрбаны болады екен. Сол себепті Қарасай ауданы полиция басқармасы бастығының орынбасары Мәулен Қасымжан қала тұрғындарына абай болуға кеңес берді. Құрметті Қарасай ауданының қонақтары мен тұрғындары, ағымдағы жылдың наурыз айының 18 мен 28 күндері аралығында интернет алаяқтық жедел профилактикалық іс-шара жүргізіп жатқанын ескертеміз. Яғни бүгінгі таңда алаяқтықтың бір түрі онлайн несие рәсімдеу болып табылады. Осыған орай белгісіз адамдармен телефон арқылы сөйлеспеулеріңізге кеңес бере отырып, жеке деректеріңізді бейтаныс адамдарға бермеулеріңізді сұраймыз. Сондай-ақ өз смартфондарыңызға күмәнді қосымшаларды жүктемеңіздер. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі айтарым осы, қасқыр мінез қазағым. Біз қасқырмыз. Осыны ұмытпаңыздар.